Ассаламу алейкум. Бүгін төртінші разделдің принцип перераспределения моментов туралы сөйлесеміз. Тоже маңызды моменттердің бірі. Біз алдыңғы разделда ручной расчет пен перераспределение моментов қалай табылатынын өткен болатынбыз. Енді бұл жалпы конструкцияның анализі кезінде қолданылған. Қазір осы перераспределение моментов деген сечение анализінде қалай қолданамыз, соны өтеміз бүгін. Перераспределенный момент деген алдыңғы разделде өткендегідей мысалы екі пролетный балкада біз екі пролетный балкада кәдімгі статиканың уравнениялары арқылы неизвестныйлар статикада үш уравнение бар, горизонтальный күштер нольға тең, вертикальный нольға тең и моменттер нольға теңестіреміз. И үш неизвестныйды ғана таба аламыз да, үш уравнениемен. Ал көбінесе 2-3 пролеттік балкаларда 3-тен көп неизвестныйлар болады, және ол үш уравнениемен табу мүмкін емес. Бұл жерде уже более нелинейный расчеттар қолданылады. Немесе енді инженерлер үшін сәл упрощенный вариант ретінде Еврокод несущие способностьтарды первый предельный состояниемен есептеген кезде мысалы бір пролетті алып, линейный расчет жасап, кәдімгі өзінің моменттерін тауып, в данном случае на М2-да өзінің моментін линейно тауып, как будто бір пролетный балка сияқты. Сосын мынаның бөлек бір пролетный балка сияқты табуға болады. И определенный перераспределенный коэффициентті қолдануға болады дейді. То есть ол коэффициент основной линейный упругий расчет арқылы жасалған моменттерді кішкене сондай процентке азайтады. Опораларды азайтады. Пролетта байқасаңыздар сәл көбейеді. Опораларды азаяды. Осындай коэффициент қолдануға Еврокод 2 рұқсат береді. Және бірақ бұл коэффициенттердің ограничениялары бар. Және де бұл коэффициенттің тең болады М1 бөлінген М2. М деген момент білеміз. М1 деген бұл перераспределенный момент, М2 деген результат линейного расчета. То есть М1 бізде всегда азырақ болса, но көбірек болса, демек бірден төмен болады значенияларынан. Дельта деген отношение перераспределенного момента к упругому моменту. Перераспределение моментов часто уменьшает момент в узлах и увеличивает в пролетах изгибающих элементов. Изгибающие элементтерде, то есть балка, плита, сол элементтерде көбінесе мына жерде суретте де көрініп тұр, М2 мысалы мына узелда М2 көбірек перераспределение болғаннан кейін М2 азаяды. Мына жерде пролетта М2 наоборот азырақ, перераспределениеден кейін пролетта бұл момент сәл көбейеді. Сол нәрсені қазірге бір байқаған дұрыс. Бір кішігірім мысал. Перераспределение 15% болған кезде мынандай балка, енді бұл көп пролетный балка, просто бізге бір пролетін берген. Сол перераспределенный момент М1 пролетта, то есть мына точкада, және де опоралардағысын табу керек дейді. Бізге равномерно распределенный нагрузка 30 килоньютон-метрге берілген. Енді шатаспасам, опорадағы момент, мен мына жерде екеуі жесткий закрепленный деп алдым. То есть мынау 0 болатын болса, мына опорада момент болатын болса, скорее всего жестко закрепленный болады. Жестко закрепленный кезде моментті біз білеміз, QL квадрат бөлінген 12 болады. Опорадағы моменттер және пролетта QL квадрат бөлінген 24. Негізі бұл упрощенный вариант мен алғаным. Негізі оны срезывающий сила бар ғой, поперечный силаны тауып, сол арқылы тапқан. Егер точно болатын болса, бірақ қазір қатты маңыздырақ болмағаннан кейін осындай бір упрощенный формуланы таптым. Осылай таба салайық пока что. Енді бұл линейный расчеттағы моменттер, линейный М2 табатын кезде. То есть опорадағы мына формулаға қойып тапсақ 62 килоньютон шығады. Пролетта мына формулаға қоятын болсақ 31 килоньютон шығады.
Енді 15% перераспределение деген сөз, ол мынау мысалы опорада 62 килонewton, 62,5 килонewton-метрге момент шықты, 15% перераспределение ол бізде 9,4 килонewton-метрге. Демек опорадағы момент бізде 9,4-ке азаяды. Ол мына жерде тұр мысалы. Қызылмен белгіленген линейный расчет болсын, линейный. Мысалы, осы 62, ручка жоқ, ыңғайсыздау кішкене. И мына жер 62 минус 9,4, 53. 53 деп жаза салайын пока. Енді пролетта біз мына жерді 31 деп таптық. 31. Мына жағымыз бізде үлкейеді. 9,4-ке тоже. 40 дей салайын, қысқартып. Суть узелда момент азаяды, 62-ден 53-ке, пролетта 31-ден 40-қа, сол дельтаға көбейеді. Перераспределенный момент деген сол. Енді Еврокодтың 2-дегі сол пункт 5-5. На всех стадиях расчета должно быть учтено влияние любого перераспределения моментов. Линейный упругий расчет с ограниченным перераспределением может быть применен для расчета конструктивных элементов при проверке предельных состояний по несущей способности. То есть первое предельное состояние, основной кезде линейный упругий расчет жасалынады, және перераспределением қолдануға болады дейді, бірақ ограниченный түрде. Және Еврокод қазір келесі слайдта өздері қалай ограничивать ететінін біз қараймыз. Моменты, полученные для проверки предельных состояний по несущей способности линейно упругим методом, могут быть перераспределены таким образом, чтобы обеспечить распределение моментов с сохранением равновесия с приложенными нагрузками. Енді сол ары қарай 4-ші подпунктта неразрезные балки или плиты, которые преимущественно подвергаются изгибқа жұмыс істейтін элементтер, балка мен плиталар туралы айтып жатыр. Сол перераспределение моментов қолданады, және де имеют отношение длины соседних пролетов. Пролет, енді көп пролетті балка болады ғой, сол жерде пролеттардың отношениясы бір-бірінің 0,5 пен 2 арасында болу керек. Сол кезде осы выражениені қолдануға болады дейді. Может быть производиться перераспределение изгибающих моментов без тщательной проверки способности к повороту. Способность к повороту деген қалай айтсам болады. То есть тщательная проверка, пока бұл моментті қалдыра салайық, кейін реті келіп жатса, может бір түсіндірем. Жалпы дельта для бетонов F характеристический прочность 50 мегапаскальдан кішілердің бәріне мына выражение қолданылады. Бізге самый частый расчеттарда қолданылатын болғаннан кейін осы туралы сөйлесейік. Қарасаңыздар, дельта үлкен емес тең k плюс 1 плюс k2 көбейтілген xu бөлінген d. X деген біздің алдыңғы сабақтан таныс высота сжатой зоны. Ол осы жерде тұр. Және де арматура класстарында өттік біз бірінші разделде. Дельта үлкен болады k5-тен, если используется арматура классов B и C. Үлкен болады k6-дан, если сталь класса A. B мен C-ны білеміз. Основной продольный арматуралар бізде B, C болады. Деформация, шатаспасам, предельная деформация 5% B-да и 7,5% C-да. Көбірек деформация. А класс көбінесе поперечный арматуралар кезде қолданылады Еврокодта. Бірінші разделға қайтып барсаңыздар болады, егер бұл мәселе қатты түсінікті болмаса. B мен C класс К5, және де шатаспасам К5 К5 тең 0,7. Нацпредложение көруге болады дейді, және рекомендуемый значением береді. И бізде шатаспасам нацпредложениеда бұл рекомендуемый значениемен келіседі. То есть К5 0,7. B мен C арматуралар қолданылған кезде К5-тен кіші болмау керек. Бізде перераспределенный момент ол 0,7. То есть мына бетон
FCK 50 мегапаскальдан төменге дейін перераспределенный момент 30%-ке дейін рұқсат береді, ограниченный. Ал егер А класс қолданатын болсаң 0,8, то есть 20% перераспределенный момент қолдануға болады дейді. Қазір мен сутьті түсіндірем, бірақ қазірден ескеріп кетейін, дальнейший расчеттардың барлығында біз дельтаны тең бірге деп алып расчеттар жасаймыз. Перераспределенный момент как будто жасамаған сияқты. Солай болады, бірақ Еврокод 0,7-ге дейін түсіруге рұқсат береді. Енді бұл мына выражениені түсіндік. Мынау өте маңызды. Алдыңғы бірінші сабақта айттым сіздерге, высота сжатой зоны контролироваться етілу керек. Себебі высота сжатой зоны контролироваться етілмесе, хрупкие разрушения болып кету. Бетон сжатой зонада көп болып кетсе, хрупкие разрушения болып қалады. Астыдағы арматура расчетный деформацияға жетпей қалады. Эпсилон Y-ға дедік. Және де 500-дік арматураға сол примерді еске алсаңыздар болады. X бізде 0,617-дан D-ға тең болды. 500-дік арматурада бұл X balance. То есть критический высота сжатой зоны, сбалансированное состояние 0,617 D-ға тең болды. То есть бұл значениеден асып кетсе хрупкие разрушения, бұл значениеден аспау керек. Осы значениеден кіші болу керек. Высота сжатой зоны, чтобы астыңғы растягивающий сечение астыңғы жағында арматура текучий пластический зонада жұмыс істеу үшін дедік. Енді осы жерде қызық, сол кезде сол сабақта мен сіздерге айтып өттім. Ол 0,617 бір ограничение, бірақ алдағы уақытта тағы екінші ограничение болады дедім. Және де ол осы ограничение, қазір давайте есептейік. Сол бағанағы формуламыз. Енді XU бөлінген D-ны теңсіздіктің сол жағына шығарсақ, формула осындай болады. Және де K1, K2 значениялары бойынша 0,44-ке тең, K2 мына значенияға тең. Есу екке байланысты. Енді бұл эпсилон CU біз білеміз, ол констант мағына, таблица 3-1 Еврокод 2-де 0,0035-ке тең болады. Сөйтіп K2-ні табамыз. И бізде сол дельта перераспределенный момент 1-ге тең болған кезде XU бөлінген D тең болады 0,45D. 0,45-ке тең болады. Или XU тең болады 0,45 D-ға. То есть бағанағы біз 0,617 D дегеніміз одан аспау керек дедік қой. Енді біз 0,45 D-дан аспау керек дейміз. То есть тағы да өзімізге запас алдық десек те болады. Неге? На жерде жазған. При отсутствии перераспределения моментов, что часто происходит в расчетах, XLIM. Енді XU-ды XLIM деп алайық. Осыдан кейін расчеттарда XU бөлінгенді тура сондай, только лимит деп алайық. То есть крайняя точка бізде XLIMIT тең болады 0,45 D-ға. X-balanced сбалансированный ситуацияда 500-дік арматураға шатаспайық. 0,600 еді ғой. Ал біз енді X-лимит, сжатой зона лимит 0,45 D-ға. Енді ненің лимиті деп сұрайсыздар, оған да қазір жауап болады. Является главным ограничителем высоты сжатой зоны. То есть енді осы 0,45 D біздің расчеттарда часто кездесетін болады. Және главный ограничитель высоты сжатой зоны осы бізде болады. Енді неге в зависимости от ограничения XLIM решается, будет ли армирование одиночным или двойным. То есть высота сжатой зоны 0,45 D. Мынандай перераспределен бірге тең болған кезде 0,45 D-дан высота сжатой зоны асып кетіп жатса,
үстіңгі сжатый зонада сеченияда арматура қоямыз деген сөз. Ал егер аспаса, тек астыңғы арматура болады, үстіне қоймаймыз. Сол. Не үшін мен бұл нәрсені сіздерге көрсеттім? Мына біздің эпюрамыз. Алдыңғы сабақтарда талқылаған сжимающий қалай болады. Мынау бетонның верхний сжатой зонасы, эффективная сжатая зона бұл бізде лямбда x балансқа тең FC деп аламыз, және арматураның астыдағы растягивающий усилиясы екеуі бір-біріне тең болады. Давайте сжимающий усилияның значениясын табайық. FC тең болады. Это FCD, это мен расчетная прочность бетона көбейтілген B, мына ширинасы аудан табу керек ғой. Көбейтілген лямбда x, мына высотасы. Мына высота эффективно сжатая. То есть осы бізде сжимающий күш. Енді моменті табайық, то есть несущий способностьті табайық. Относительно мына точка деп алатын болсақ, статикамен сумма моментов тең 0 деп осы точканы алсақ, қалай болады? Мына күш көбейтілген мына расстояние, МРД, несущая способность, мына сечение, конкретно осы сечение астыңғы арматура үстінде пока жоқ, қанша момент өзіне қабылдай алатын табатын болсақ, ол бізде күш көбейтілген дистанция Z, мына дистанцияны Z деп алсақ, ал бұл дистанция Z, ол бізде D минус мынау S болатын болса, ровно ортасынан S бөлінген 2. А S дегеніміз бізде лямбда x баланс. D минус лямбда x бөлінген 2. Енді осы FC-ға мына FC-ді, мына Z-ке мына Z екеуінің орындарын подставлять етсек, бізде MR-ді осыған тең болады. Енді осы выражениені сәл тематически кішкене химичтетіп жіберсек, то есть это FCD BD скуэрді жақша сыртына шығарсақ, бізде лямбда x бөлінгенді 1 минус лямбда бөлінген 2 көбейтілген x бөлінген d-ға тең, осындай бір выражение бізде пайда болады. Енді давайте осы жақша ішіндегі бүкіл значенияны біз коэффициент k-ға теңестірейік. Енді мына байқап тұрған шығарсыздар, неге біз теңестірдік, неге bd квадрат fcd bd квадрат жақша шығардық. Себебі значениялары, мынау сеченияның ширинасы, мынау эффективная высота, да, мысалы сеченияның ше, бұл барлығы сечение, балкан сечениясы берілген кезде по умолчанию берілетін данныйлар. Бетонның прочностьін білеміз, это бірге тең екенін білеміз. Бұның бәрін жақша сыртына шығарып алдық. И мынаны К деп коэффициент деп алып, К деп алайық. X бөлінген D, бұл біздің бағанағы мынауымыз. X бөлінген D, перераспределение дельта 1-ге тең болған кезде 0,45-ке тең болады. 0,45. Осы К болатын болса, X-ді лимит дегенді қолданатын болсақ, мына значение бізде 0,45, мынаны білеміз 0,8, 50 мегапаскальдың төмен значение бәріне. К, уже К лимит деп алатын болсақ, 0,295-ке тең К лимит. То есть, мынау К, енді мынау өзгереді, конечно. Біз крайний К-ны табамыз да. Крайний К 0,45-ке тең болған кезде, К лимит 0,295-ке тең. Не үшін бізге бұл маңызды? Не үшін бізге бұл маңызды? К лимит болатын болса, К болатын болса, К тең жақшасы теңсіздік MR-ді бөлінген мына значениялардың бәрі астыда болады. Мына формула шығады ғой. То есть біз бір сеченияға момент, осынша момент қабылдап жатыр. Сечения дейді, ширинасы мынандай, высотасы мынандай, мынандай прочность, және ол мынандай момент қабылдап жатыр деген кезде біз сразу К-ны таба аламыз да.
и к-лимит білеміз 0,295 екен. Сразу екеуін салыстырып жібереміз. Егер мына жақта шыққан к-мыз к-лимиттен кішкентай болса, демек айтамыз, бізге тек қана одиночный арматура, астында арматура, растягивающий жағында арматура болады, жетеді дейміз. Ал егер к ол к-лимиттен 0,295-тен көп болатын болса, уже, значит, мына жерге сжатый зонаға да бізге арматура керек екен дейміз да. Мынаның площадьін бөлек есептейміз, мынаның площадьін бөлек есептейміз. Сол, мен сіздерге мынау к деген коэффициент, к-лимит деген коэффициент қаяқтан шыққан мына жерде түсіндірдім. Енді тура осы к-лимит болатын болса, астыдағы формуламен просто мына жерге к-лимит қойдым мына значенияның орнына. Лимит это fcd bd square. Сол кезде мынау предельный несущий способность момента при одиночной арматуре. Мынау 0,295 болып кетті. 0,295 это 1 fcd қанша болады? С 20-25 оны 1/3-ке бөлсек, где-то 15 мегапаскаль. Б ширина 500, ширинасы балка 500 болатын болса, Д да высота H 500 болатын болса, защитный слой 50 болатын болса, 450. Осылай, бұл бір арматура астында бір арматура бар кезде максимальный момент өзіне қабылдай алады, одиночный арматура кезде. Енді бұл да бізге бір арматура, екі арматура керек екен, моментпен де салыстыруға болады. Біз уже MRD лимді тауып алдық бағанағы формуламен. Тура сондай бізге бір момент беріледі. Сечение осы моментті салыстырамыз сразу MRD лиммен. Егер MRD лимиттен кіші болса, значит, сол білеміз уже бір арматура жетеді екенін. Егер заданный момент бізде MRD лимнан асып тұрса, значит, демек уже сжатый зонаға да арматура керек екенін білеміз. И сжатый зонаның арматурасын табамыз. Жалпы бүгінгі сабақ осымен осы принцип перераспределения моментов дегенді жалпы түсіндіргім келді. Бұдан кейінгі одиночный двойной арматуралар тауып атқан кезде по умолчанию дельта тең 1 деп, осылай 0,45 д-мен есептеп кете береміз. Осы к деген коэффициент сіздерге түсіндірдім. Қаяқтан пайда болғанын Еврокодты ашып бір қарап оқып көрсеңіздер болады. НТП-лар бар, есептер шығарылады. Және де бір нюанс, мысалы калий мына жерде 0,295, НТП-ны ашып көрсеңіздер, мысалы калий шатаспасам 0,167 деген ба, сондай табылады. Сол кезде басында мен де изучать еткен кезде не үшін екеуі разный деп есептеді. Бұл біз FCD уже расчетный прочностьпен есептеген кезде калий 0,295. То есть расчеттарда біз FCD-ны қолданатын болсақ, осыдан кіші болу керек. НТП-ларда бізде FCK характеристический нагрузкамен есептейді. Ол қате емес, бірақ мысалы бұның орнына FCK тұратын болса, это мынау қанша? FCK бөлінген 1/3 па коэффициент FCD. Осылай есептейді да, и мына 1/3 мына бөлген кезде примерно мынандай значение шығады. Бәрібір 1, короче. Бұл жағынан еш қорықпаңыздар, қалайда есептесеңіздер болады. Мен сіздерге FCD-мен есептеген кезде 0,295-тен 0,295 и двойной одиночный арматура керек емес кезде осымен салыстырасыздар. Бүгінге осы.